Сәлеметсіздер ме оқырмандар, 8-ші бөлім қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері наурыз морфология бөлімі. Параграф 1. Жеті ата ел танудың бастауы. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, әңгіме авторының кім екеніне болжам жасаңдар. Әкем маған ата тегімізді үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша жеті атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Содан соң менің жеті ата жөніндегі білімімді тексеретін. Елтанудың басы осылай басталатынын ол кезде кім білген? Әңгіменің авторы Бауыржан Момышұлы. Сұрақтар. Бас кейіпкерге жеті атасын кім үйретті? Бас кейіпкерге жеті атасын әкесі үйреткен. Қонақтар неге баланың жеті атасын сұрайды? Себебі әрбір қазақтың отбасында үлкендер балаға жеті атасын кішкентайынан жаттататын болған. Артық болмас білгенің. Жеті атаның өз атаулары бар. Төменнен жоғары қарай бала, әке, ата, баба, арғата, төп ата, тек ата деп те аталады. Ал жоғарыдан төмен қарай әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат. Әрі қарай жүрежат, жегжат, жырағат, қаймана деп кетеді. Қазақта туыстықтың шегі жоғарыдағы жеті атамен аяқталады. Зейнеп Ахметова. Екінші тапсырма. Аудиожазбадан Әбдіраштың жеті ата өлеңін тыңдап, жоғарыдан төмен қарай саналатын жеті атаға түсінік беріңдер. Диктордың дауыс ырғағына мән беріңдер. Жеті ата. Баласының баласы атасына немере. Немеренің баласы шөбере. Шөберенің баласы шөпшек, ал шөпшектің баласы немене. Немененің баласы қаймана. Қаймананың баласы туажат. Жетеуі де жеті атаның бірі. Жаманатты болмау үшін, саламатты болу үшін біреуіне үйленуге болмайды. Үшінші тапсырма. Деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші деңгей. Өз жеті аталарыңды жазыңдар. Екінші деңгей. Мәтіндегі елтану сөзіне кластер құрыңдар. Елтану жеті атасын білу, арғата бабаларын білу, өзі елі туралы білу, кімнің ұрпағы екенін білу. Жеті атаны білу қажет пе деген тақырыпта өз ойларыңды ортаға салып сұхбаттасыңдар. Сұхбат. Балалар, сәлем, сендерден жеті ата туралы сұхбат алғым келеді. Жарайды, біз дайынбыз. Сендер жеті аталарыңды білесіңдер ме? Иә, білеміз, жатқа айтып бере аламыз. Қалай ойлайсыңдар, жеті атаны білу қажет пе? Әрине, қазақта жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз текке айтылмаған. Балаға кішкентай кезінен жеті атасын жаңылмай айтуды үйреткен. Жеті атасын білмеуді ұят, ар намыс санаған. Рахмет сұхбат бергендеріңе. Сау болыңдар. Төртінші тапсырма. Төмендегі мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер. Жеті атасын білмеген жетесіз. Жеті атасын білмеген адам өзінің шыққан тегін толық білмейтін адам. Жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары. Жеті атасын жетім адам ғана білмейді, себебі үйрететін ата-анасы болмайды. Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер. Жеті атасын білетін ер азамат өз туған туыстарын ажыратады. Түбінде туыстас аталарын танып, түбі бір екенін білген соң сол елдің бәрін бірдей көріп қамын жейді. Жеті атасын білген ол жеті рулы елді білер. Жеті атаны білу, елді тану, өз елін таныған ол басқа руларды да тани бастайды. Бесінші тапсырма. Жеті ата туралы ата-анаңмен әңгіме жүргізіңдер, мақал-мәтелдерді қатыстырып диалог түрінде жазыңдар. Ата, жеті атаны не үшін білу қажет? Әрбір қазақ баласы жеті атасын білу қажет. Жеті атасын білмеген жетесіз деп ата-бабамыз өз ұрпақтарына елі туралы кеңінен мағлұмат беріп отырған. Жеті атаның мәні тегін ұмытауда ғана емес. Қазақ халқы тектік қорын сақтау, ұрпақ саулығы, қан тазалығы үшін жеті атаға толмай қызалыспаған. Иә, дұрыс айтасыз ата. Жеті ата қазақ халқының ежелден келе жатқан шежірелік жүйесі. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.